Расымен екі елдің қарым-қатынасы қарқын алып келеді. Германиялықтар Маңғыстау облысында күннен қуат алатын ірі жобаны іске асырмақ. Неміс зауытының айналасында 5 кластер болады. Қызығы, оларға ұлы ақын Абай Құнанбаев айтқан 5 қасиеттің атауы беріледі. Ерекше әрі тың жоба жайлы толығырақ сарапшы пікірі айдарынан тыңдайық. Әріптесім Аружан Задабек тізгінді алсын. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Абай айтқан 5 асыл іс идеясына енді қазақтар ғана емес, неміс жұрты да мотивация ретінде қарайды. Жаңадан ашылған зауыттың 5 орталығы осылай аталады екен. Қайырлы күн көрермен, сарапшы пікірі айдарында бүгін осы тақырыпты кеңірек талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Еуразия ұлттық университеті саясаттану кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы Жанат Момынқұлов. Жанат Байжомартұлы, студиямызға қош келдіңіз. Осы Германиядан біздің елге 30 жылдан бастап 6 миллиард доллардан аса инвестиция тартылған екен. Қазір елде немістің 170-тен аса зауыты жұмыс істейді. Бұл менің ойымша үлкен жетістік. Қалай ойлайсыз, екі елдің қарым-қатынасының осыншалықты дамуы қай кезеңнен басталды және бұл не түрткі болды бұған? Екі аймақтың ең ірі мемлекеттері Германия мен Қазақстанның арасында қарым-қатынастар соңғы жылдарда қарқын ала бастады. Германияның инвестициясы, ірі компаниялары, бизнес орталықтары осы Қазақстаннан өзінің өкілеттіктерін ашып жатыр. Жаңа өзіңіз атап өткендей, Маңғыстауда үлкен осы жасыл энергетика бойынша маңызды бір компания құрылып жатыр. Өндіріс орны ол Қазақстанның тәуелсіздігін арттыра түсетін болады. Енді екі елдің осыншалықты жақсы дос болуынан кейін де шығар қазіргі жетістіктердің барлығы. Оған себеп жалпы Германия Еуропадағы қазақ этносының көп шоғырланған елдердің бірі. Біздің елде де немістерді аз деп айта алмаймыз. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, біз оларға шикізат өндірсек, олар бізге түрлі техникаларын береді деп. Осыған кеңірек тоқталып өтейікші, басты бір үш олардан келетін пайданы айта аламыз ба? Біріншіден, Германия Қазақстанға өте сапалы техниканы экспорттайды. Сонымен қатар Германия саясат саласында Қазақстанның тәуелсіздігін қолдап тұр қазір. Ол тек қана Европаның ғана емес, әлемдегі үлкен бір геосаяси күш. Және сонымен қатар, әсіресе мына энергетика саласында Қазақстанды басты серіктес ретінде көріп отыр. Германияға келетін мұнайдың 12% Қазақстаннан келеді. Қазақстан Германияға мұнай жеткізетін ең ірі 3 мемлекеттің үшіншісі, Норвегия мен ақш-тан кейін. Сондықтан да Германияның Қазақстанға, Орталық Азия, оның ішінде Қазақстанға мән беріп отырған кездейсоқ емес. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, адами қарым-қатынастарда дамыған, біздің бірнеше жүз мыңдаған неміс бұрынғы азаматтарымыз қазір Германияның азаматтары болып табылады. Өзімізде де немістің диаспорасы бар. Ол жерде өмір сүріп жатқан қазақтар бар. Бұлар мәдени байланыстарда, адамаралық байланыстарда дамуына арқау болып отыр. Міне осы тұстан қараған кезде Германияның біздің осы Қазақстанның әсіресе экономика үшін өте маңызы зор. Бұдан бөлек біз Германияны жалпы классикалық көліктерді жіті шығара алатын өте жақсы озық мемлекет ретінде білеміз. Олардың машина өндірісінде білетіні көп. Енді олар жоспар бойынша осыны Қазақстанға үйретпекші екен. Қалай ойлайсыз, осыдан кейін бізде отандық көліктердің саны ұлғая ма? Енді әрине біздің Қазақстандағы осы автомобиль саласын дамытуға өзіндік үлесі болады. Және де бұл Германияның көбінесе бізге беріп отырған беретін технологиясы ауыл шаруашылығында және өзіңіз айтып отырғандай салаларда біздің өндірісіміздің дамуына бұл өте маңызды технологиямен бөлісейін деп отыр. Қысқаша айтқан кезде осы Германиямен қарым-қатынастарды дамыту Қазақстанның тәуелсіздігін нығайтатын болады. Тамаша. Енді жаңадан бері жобалар болады, үміт көп деп айтып жатырмыз. Қазірдің өзінде 35 құжатқа қол қойылған екен. Болашақта құны
миллиард доллардан асатын инвестиция тартуды көзделіп отыр. Енді осы сенім селмесе екен дейміз. Сізге бүгін уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңіз үшін рахмет айтамыз. Жұмысыңызға тек қана сәттілік. Құрметті көрермен, бүгінге осы. Сау болыңыздар, алда көрсетер жаңалығымыз көп.